Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келіңіздер. Бүгін өте дәмді тары қосылған пирогтың жасалу жолын ұсынамын. Жылдам дайындалады, оңай жасалады. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, хош иісті болып шығатын пирогты сіздер жасап көріңіз. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға тарыны саламыз. Тарыны алдын ала жуып тазалап алдым. Үстіне қайнап тұрған ыстық сүт құямыз. Сүтті көп құймаймыз, тарыдан сәл асса жеткілікті. Бетін жабамыз, 20 минутқа қалдырамыз. Тары сүтті өз бойына сіңіріп жұмсаратын болады. Енді қамырын дайындаймыз. Керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Сонан соң қантты саламыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнды саламыз. Қопсытқышты саламыз. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Менің каналымда көптеген пирогтардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Сонан соң салмасы дайын болғанша тоңазытқышқа салып қоямыз. Келесі кезекте салмасын дайындаймыз. Ыдысымызға қаймақты саламыз. Дүкеннің 20% қаймағын пайдаланып жатырмын. Сонан соң жұмыртқаны саламыз. Қантты саламыз. Жүгері крахмалын саламыз. Қоюландырылған сүтті саламыз. Сапалы жақсысын пайдаланып жатырмын. Барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Ұзақ араластыруға болмайды. Ең бастысы біріксе болғаны. Енді дайын болған тарыны саламыз. Егер тарыда құйылған сүт әлі де бар болса, сүтті пайдаланбаймыз, тарының өзін ғана саламыз. Силиконды лопаткамен ақырындап араластырамыз. Пирогтың салмасы дайын. Енді формаға пергамент қағазын төсейміз, немесе сары май жағамыз. Мендегі форманың диаметрі 24 см. Сонан соң дайын тұрған қамырды формаға орналастырамыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Дайын болған қамырдың үстіне салманы құямыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, өте дәмді тары қосылған пирог дайын. Бөлме температурасында толықтай суытамыз. Жылдам дайындалады, оңай жасалады. Кез келген мерекелік дастарханға, қадірлі қонақтарға ұялмай ұсынуға болады. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін пирогты сіздер жасап көріңіз. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақжол Бан.